Дидактикалық ойын, өлі және тірі табиғаттың сыңарын тап. Экология бағыты бойынша 4-5 жастағы балаларға арналған ойын түрі. Мақсаты, өлі және тірі табиғат тақырыбында білімдерін тереңдету. Балаларға өлі табиғат пен тірі табиғатты ажырата білуді үйрету. Өлі табиғат пен тірі табиғаттың айырмашылығын айтып, толығымен түсіндіру. Ойынның құрал жабдығы, ойын шартына сай арнайы бөліктерге бөлінген ұяшықтардан тұратын тақтайша және кіші ағаштар компоненті. Ойын шарты, өлі және тірі табиғаттың сыңарын жасырынған ұяшықтардан табу. Балалар командалық ойын болғандықтан 2 топқа бөлінеді. 6 бала ойнап, әр топта 3-тен отырады. Балалар өлі табиғатты немесе тірі табиғатты өздері таңдаған ұяшықтарынан бір ұяшықты алып, орталыққа қойып, екінші сыңарын табу керек. Егер бірінші ойынды бастаған ойыншы сыңарын тапса, ол өзіне 2 ұпай алады. Ал екінші сыңары табылмаса, ұяшықтарды орнына қойып, ойынды келесі ойыншы жалғастырады. Ойын аяқталғаннан кейін, 2 команда кезек ұяшықтарды алып, ойынды аяқтайды. Ойын аяқталғаннан соң ұпай санын санаймыз. Қай топтың ұпай саны көп болса, сол топ жеңіске жетеді. Қауіпсіздік ережесі, ойын кезінде орындықтар мен үстелдерге тұруға, үстелдердің астына еңбектеуге болмайды.